Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздерге бүгін ерекше еленетін, жұмыртқасыз еленетін қамырдың рецептісін көрсетемін. Өте оңай, бірақ өте әдемі, жыртылмайтын, өте дәмді манты шықты. Және де мантының рецептісі, асқабақтан жасалған манты, өте сочный болып шығатын керемет ерекше манты дайындайтын боламыз. Сіздердің егер де өздеріңіздің дайындау әдістеріңіз болса, астына комментарийға жазып кетсеңіздер де болады. Бүгін мен өзімнің сіздерге осындай рецептімді ұсынамын. Өте дәмді болып шығады, дайындап көріңіздер. Ал қамырға бізге осындай 1 килограмм ұн мен 400-420 грамм су және де 3 шай қасықпен тұз ғана қажет. Өте тығыз қамыр елейтін боламыз. Бұдан артық суды қоспаңыздар, және де осылай суды біртіндеп қосып отырып қамырды елейтін боламыз. Достар, қамыр өте тығыз болу керек, сонда біздің қамырымыз мантының жыртылмайтын және де әдемі болып піседі. Осылай біртіндеп суымызды қосып қатты қамыр елейміз, және де бұдан артық қатты су қоспаңыздар. Егер де тым бірікпей жатқан жағдайда болса, әрі кетсе бір 10-20 грамм ғана қосыңыздар болды, одан артық қоспаңыздар. Міне осылай менде бар жоғы барлығы 420 грамм су кетті. Енді осы ұнымызды, қамырымызды осылай қолмен жақсылап тұрып иілеп, иін қандырамыз. Міне достар, барлық ұнын, барлық қалған түбіндегі ұнын барлығын осылай иілеп біріктірдім. Енді осылай қолмен басып, жақсылап тұрып қаттырақ басып, конверт қылып, осылай бір-біріне осылай езіп, арасына су жағып қойыңыздар кішкене. Осылай конверт қылып, қамырымызды біз үстіне басып салафанға салып қоямыз. 1,5-2 сағаттай осы салафанға салып қоя тұрамыз. Осы аралықта біз осы мантымыздың іштен салатын салмасын, етін барлығын турайтын боламыз. Мен достар, осылай конверт қылып, қолымызбен жақсылап тұрып езіп, бұл қамыр жұмыртқасыз болғандықтан өте осылай қолмен жақсылап тұрып иін қандырып, илеу өте маңызды. Осылай міне езіп, оны біз салафанға салып қоя тұрамыз. Міне осындай өте тығыз қамыр шықты, бірақ бұл 1,5-2 сағаттан кейін қамырымыз жұмсарады. Достар, мен етін тартып қойдым, уақытымды алмайын деп сіздерге майын, етін тартып қойдым. Біз үнемі осылай манты жасаған кезде май қосамын. Егер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоспауға да болады. Енді іштен салатын салмасы менде осындай көп пиязбен және де асқабақ, картоп және кішірек азғана картоп қосатын боламын. Өйткені асқабақты көбірек қосып, біз өте сондай сочный манты жасайтын боламыз. Асқабақпен бірге жасап көрсеңіздер, одан кейін әрдайым жасайтын боласыздар. Өйткені мантының дәмі өте ерекше, керемет болып шығады. Міне осылай картоптарымызды барлығын ұсақтап тураймыз. Менің отбасыма картопым өте ұсақ болған ұнайды. Міне осындай ұсақ қылып тураймыз. Достар, міне асқабақты да дәл солай картопымыз турағандай ұсақтап барлығын турап аламыз. Асқабақпен дайындап көріңіздер, өте ерекше, керемет, сочный болып шығады екен. Міне достар, енді мен іштен салатын салмасын турап қойғаннан кейін, енді осы қамырымызды осылай екіге бөліп, достар, жаңа қамырды 1,5-2 сағаттан кейін қайрадан конверт қылып басып, оны тағы да 1,5-1 сағатқа қоя тұрыңыздар. Мен ол жерін сіздерге түсіруге ұмытып кетіппін. Міне енді сол екінші тұрғаннан кейін қамырымды бөліп, оқтаулауға, жаюға дайындап қойдым. Енді жаңағы тураған біз ішінен салатын салмаларын барлығын турап, дозын бұрышын салып араластырып қойдық. Енді қамырды жаятын боламыз. Қамырым өте әдемі, жұмсақ болып шықты. Жұмсақ емес, өте сондай әдемі болып шықты. Енді қатты жұмсақ болған жоқ, өйткені бұл тығыз қамыр болғандықтан осындай әдемі болып шықты. Енді жайып аламыз. Достар, егер де жұмыртқа қосамыз десеңдер де қосуға болады. Әркімнің өзінің қалауы, бірақ бұл менің ошолы сізге көрсетіп отқаным жұмыртқасыз рецепті. Жыртылмайтын әдемі қамыр шығады.
Енді осылай бірдей көлемде етіп барлығын қамырымызды кесіп турап аламыз. Маған достар, егер де осы жолғы сіздерге осы көрсетіп отырған менің әдісім, жұмыртқасыз илеген қамырым ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп қойды және де астына комментарий жазып, лайк басып, менің каналымды қолдауды ұмытпаңыздар. Ары қарай да сіздерге жақсы пайдалы видеоларды салып тұруға тырысамын. Мені қолдап каналымды дамытуға үлестеріңізді қоссаңыздар өте қуанышты боламын. Мен достар, барлық еттерін салмаларын салып алдым. Енді осындай әдіспен мантымызды ары қарай жасаймыз. Асқабақпен жасап көрмесеңіздер, жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Менің отбасыма да, өзіме де қатты ұнады. Өте сочный болып, дәмді болып шықты. Міне осындай әдіспен жасап, қалған мантыларымызды жасап шығамыз. Және де қамыры да өте ұнады осы жолғы. Мен үнемі жұмыртқамен жасайтынмын, бірақ осы жолы жұмыртқасыз осындай тығыз қамыр илеген. Өте қатты ұнады, жыртылмайтын әдемі қамыр, әдемі манты болып шықты. Міне осылай жасап алдым. Енді қалған екінші қамырды солай істеп дайындаймыз. Достар, міне менің жасаған мантым дайын болды. Міне қамыры өте жыртылмай әдемі пісті. Көріп отқандарыңыздай, міне қатты жыртылған жоқ. Кәдімгі жұмыртқамен де жасаған қамырдан еш айырмашылығы жоқ. Дәмі өте керемет болып шықты. Жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып, астына өздеріңіздің дайындау әдістеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Ал достар, бүгінгі сіздерге менің ұсынған рецептім осы. Ұнап жатса, мені қолдап жіберуді ұмытпаңыздар. Және де осы менің каналыма кіріп, менің басқа да дайындаған сіздерге астарымды көріп, менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Ұнап жатса, сіздерге өте қуанышты боламын. Достар, міне осындай іші әдемі болып шықты. Дайындап көріңіздер менің рецептіммен. Міне достар, асқабақтан ұсынған сіздерге қарапайым және де өте дәмді осындай мантының рецептін қабыл алыңыздар. Және де видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.